Армысыздар? Сәлем! Техника, технология десе ішкенасын жерге қоятын біздің Қазмаркет арнасының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге тек бүгін. Алғашқы шығарылымызға көптеген жақсы жаман пікірлер келіп жатты, бірақ та сол пікірлердің бір ортақ бізге ұнаған пікірлері ол бюджетті смартфондарға шолу немесе оларға салыстыру түсіру. Сондықтан сіздердің пікірлеріңізді ескере отырып, біз бүгін екі қытайлық смартфон, бір-біріне өте қатты ұқсайтын екі қытайлық смартфон, бюджетті смартфон, оның үстіне екеуіне салыстыру жасайтын боламыз. Менің қолымдағы Huawei компаниясының P Smart смартфоны. Ал менің қолымда Xiaomi компаниясының суббренді Redmi компаниясының Redmi Note 7 смартфоны. Кеттік. Дизайннан бастайық. Екі смартфонды қатар қойған кезде, екі смартфон бір компанияның, бір модельдің смартфонында елестейді. Себебі екеуі де көк түсті. P Smart ашық көк түсті болса, Note 7 қою көк түсті. Note 7 кішкене сәл үлкенірек, себебі дисплейі бұның 6:3. P Smart-тікі 6:21. Сәл кішкене ғана кішірек. Бірақ та сыртқы келбеттері біргей болғанымен, жасалу материалдары әртүрлі. Мысалы, бізде Redmi Note 7 смартфонның артқы корпусы шыныдан жасалса, ал Huawei P Smart смартфонның артқы корпусы таза пластик. Бірақ та көптеген көрермендерге айта кетейік, мысалы, сіз Huawei P Smart смартфон өзіңіздің бауырларыңызға, ініңізге, қарындастарыңызға алып беретін болсақ, олар смартфонды жерге құлатып алса, мысалы Redmi Note сияқты шыны сынып қалмайды, екіге бөлініп қалмайды. Пластикті ауыстырғанда, пластикті кейін өңдегенде немесе қаптағыш салып ұстағанға да жеңіл. Артқы бөлігін айта кетейік, екі смартфонда да саусақ ізі сканері ортасында орналасқан, сәл солға қарай екеуінде де камерасы. Астыңғы жарқылдағышы бар. Астыңғы жарқылдағышы бар, бірақ бір айта кетерлігі P Smart-та корпустың ішіне кіргізілген, ал Note 7-де сыртқа шығарылып тұр. Бұл шешім негіз маған ұнамайды, Рауан. Себебі қазіргі уақытта көптеген өндірушілер өздерінің смартфондарында осы камераны корпустың ішіне тығып кіргізіп жіберген. Ол өте керемет шешім деп ойлаймын. Ал мынандай шығып тұратын камералар әрине iPhone-да да бар, бірақ бұл бізге мынандай керемет әуен тыңдауға мүмкіндік береді. Тағы да айырмашылықтары жайлы айтатын болсақ, мысалы бізде Huawei P Smart смартфонның астыңғы жағында қуаттайтын ұяшығы мини USB ұяшық. Ал Redmi Note 7 смартфонның қуаттайтын ұяшығы бізде Type-C. Type-C бұл өте керемет шешім. Әлемдік стандарт. Сонымен осы екі компанияда екі смартфонның дизайнына біраз еңбектенген, себебі сырт көзге екі смартфонда өте әдемі көрінеді. Енді дисплейіне келейік. P Smart-та 6:21 дюйм. Бұл аса үлкен де емес, аса кішкентай де емес. Бір алақанға сыйып кетеді, өте ыңғайлы. Redmi Note айтатын болсақ, бұл жерде бізде дисплейінің дюймі 6:3, екеуінде де IPS, ал бірақ Redmi Note 7-нің бір артықшылығы бұл жерде бізде арнайы қорғаныш қабаты, яғни Gorilla Glass шынысы орнатылған. Ол неше түрлі сырылулардан бәрінен қорғайды. Сырылу қылаудан, бұған біз қосымша шыны жапсырмасақ та болады. Ал P Smart-қа сіз сатып алған кезде міндетті түрде қорғаныш әйнегін жабыстыруыңыз керек, себебі зауыттан да басқа да қорғаныш әйнектері орнатылмаған, яғни сәл-пәл шығындануыңызға тура келеді. Камерасына келетін болсақ, екеуінің камерасы аса қырып тұрған жоқ. Бізде Huawei P Smart-та артқы камерасы қосарланған, біреуі 13 мегапиксельді модуль, екіншісі 2 мегапиксельді модуль. Алдыңғы жағының камерасы біреу, бұл жерде бізде 13 мегапиксельді бір камера орнатылған. Апертурасы негізгі камерасында бізде 1:8. Бюджеттік смартфон үшін 1:8 деген апертура ол өте керемет. Note 7-де 48 мегапиксельді камера, бірақ құрметті көрермендер, алданып қалмаңыздар, бұл барлық 48 мегапиксельді бермейді суретке түсірген кезде. Бұл жерде қарапайым Samsung компаниясының 12 мегапиксельді камерасы орнатылған. Тек қана осы Note 7-ге орнатылған жасанды сананың арқасында сондай бір
сапалы суреттер шығаруға көмектеседі. Фронталды камерасы қарапайым селфилерге жетіп тұр, 13 мегапиксель. Сонымен қатар екі смартфонда да байқасаңыздар, фронталды камерасы тамшы сипатында орналастырылған. Бұл тамшы сипаты қазіргі көптеген 2019 смартфондарға орнатылып жатыр. Биылғы тренд десек те болады ма? Әрине. Камерасы жайлы аса айтатын әңгіме жоқ. Екеуінікі түсіру сапалары бір-біріне ұқсас. Портрет режимі бар, видео түсіру режимдері барлығына ортақ режимдер. Біз флагмандармен салыстырып, яғни флагмандарға түсіріп үйреніп қалғаннан кейін мен үшін екеуінің камерасы аса жақсы емес, ұнаған жоқ. Енді 100 000 теңгеге бұдан артық не сатып аласыз? 100 000 теңгеге өз бағасына, бюджеттік бағасына жаман емес камералары. Сырт келбеті бір-біріне өте қатты ұқсайтын екі қытайлық смартфонның ішкі құрылысында біраз айырмашылықтар бар дегенмен де. Мысалы бізде Huawei P Smart оперативтік жады 3 гигабайт, ал кіріктірілген жады бізде 32 гигабайт. Сатылымда тек қана бір-ақ нұсқасы бар, және де жады бұның ары қарай флеш-карта салуға жарамайды. Ал Note 7-де сізге жедел жадпен тұрақты жад сәйкесінше 3.32, 4.64 нұсқасы ұсынылған. Сонымен қатар Note 7 сізге 128 гигабайтқа дейін тұрақты жадын кеңейтуге мүмкіндік беріп отыр. Ал процессорына келетін болсақ, P Smart бізде Kirin 710 чипсетінде жұмыс жасайды, ал графикасы бізде Mali G51. Ал Note 7 Snapdragon 660 чипсетінде жұмыс істейді. Бұл неше түрлі ойындарды тартқанға, ауыр қосымшаларды жүктегенге керемет мүмкіндік береді. Ешқандай қатулар, сіресіп қалулары жоқ. Бірақ ойындарды салыстыратын болсақ, мысалы атақты PUBG ойынын ойнаған кезде екеуі де жоғарғы сапада, жоғарғы графикада бірдей ойнады. Қуылар немесе ауытқулар болған жоқ. Antutu бенчмаркта P Smart бізде 130 000 балл жинаған болса, ал Redmi Note 7 146 000 ұпай жинады. Бұл әрине сәл көбірек. Бірақ та аса айырмашылық жоқ. Ар жағында біраз ғана балл жетпей қалды, ал ойындарда екеуі де бірдей тартады. Сондықтан да егер бауырларыңызға, інілеріңізге, қарындастарыңызға ойын ойнайтын балалар болатын болса, осы екі смартфонды ойланбастан алу керек деп ойлаймын. Оперативтік жүйесіне келетін болсақ, екеуінде де Android 9 орнатылған, бірақ та әрқайсысына өзіне тән қабықшалары бар. Мысалы бізде P Smart'та MIUI 9 болатын болса, ал Redmi'да Xiaomi компаниясы өндіретін өзінің жеке қабықшасы MIUI 10 орнатылған. Android 9-дың алдыңғы Android 8.1-ден айырмашылықтары аса жоқ, тек қана қимылмен басқару функциясы болмаса, біз ол туралы алдыңғы шығарылымда айта кеткен болатынбыз толығырақ. Note 7-де әлі әлемдік нұсқасы шыққан жоқ, оперативті жүйесінің. Өндірушілер наурыздың басында шығарамыз деп отыр. Біздің қолымыздағы нұсқа қытайлық нұсқа, бұл жерде бәрі қытайша, болмаса ағылшын тіліне ауыстырып алуға болады. Және де кейбір мүмкіндіктер шектеулі. Google сервис, Google сервистері және де басқа да әлемдік нұсқадағы жүйелер жоқ. Енді наурызды күтеміз. Егер әлемдік нұсқасын сатып аламыз десеңіздер, наурызға дейін күте тұрыңыздар. Наурызда Қазақстанға да келеді. Толық бағасы да сол кезде шығады. 75 000-нан 85 000-ға дейін болғанды. 90-100 000 ғой шамамен. 100 000-ға дейін болады, ол нақты. Ал егер қатты шыдамай бара жатсаңыз, Note 7-ні аламын десеңіз, өзіңіздің ішіңіздегі кішкентай бір хакер оянып кетсе, YouTube-тағы түрлі видеоларға кіріп, бұның ішіне өзіңіз орнатып алсаңыз болады. Бірақ та бұл жерде де қауіп қой. Мысалы, жаман прошивка немесе жаман оперативтік жүйе қойып қойсам, бұл жай ғана смартфон емес, кірпіш болып қалуы мүмкін. Барлығы өшіп, ештеңке жаза алмайсың, ештеңке қолдана алмайсың. Жай ғана кірпіш емес, мынандай кірпіш болады. Кез келген смартфонды сатып аларда қолданушы бірінші кезекте әрине батареясына баса назар аударады. Себебі таңертең қуаттап түске таман қисайып жататын смартфон кімге ұнайды, достар? Мысалы, Note 7-де 4000 мА. Бұл 2019-да жаман емес көрсеткіш. Таңертең қуаттап, түнімен қуаттап алсаңыз, 1,5 күнге, 2 күнге емін-еркін жетуге болады. Соның өзінде ол үшін сіз
интернеттен шықпау керексіз, смартфонды үнемі қолдану керексіз, қолыңыздан түсірмеу керексіз. Ал P-Smart олай мақтана алмайды. Бізде P-Smart'та 3400 мА толық қолдану үшін бір күнге жетеді. Жай ғана сөйлессеңіз, видео түсірмей, өлең тыңдамай, кино көрмей бір күнде сіз ұстай аласыз. Және де бұл жерде толық қуаттау үшін 2 сағат 30 минут немесе 2,5 сағаттай керек. Redmi Note 7-де тез қуаттау жүйесі бар, яғни Quick Charge 4. Яғни 1 сағатта емін-еркін 100%-ға дейін батареяны толтыруға болады. Бірақ та мақсат қара, бізде P-Smart-тың Redmi Note 7-ге қарағандағы ең бір артықшылығы ол NFC модулінің болуы. Сөзсіз, Мысалы, NFC-ді көптеген өндірушілер бюджет смартфондарға қоймайды. Салмайды. Соның өзі, мысалы, Redmi Note ол бізге көрсетіп тұр оны. Ақы төлеуге болады, супермаркетте. Жаңағы біздің неміз қайда кетті? Қабықшамыз. Мен саған қазақтардың NFC-ін көрсетейін бе? Қандай? Міне, бар ма карточка? Мен саған арнайы карточканы берейін. NFC жоқ деп жылай бересің. Міне, мына жаққа карточканы саласың. Бүйтіп қаптайсың смартфонды. Және міне қазақтардың NFC-е. Терминалға келесіңдер, төлей бересің. NFC керек емес. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамызды қорытындыласақ, бүгін біз 2 қытайлық бюджет смартфонға өзіміздің салыстырмалы шолуымызды жасадық. 2 смартфон бір-бірінен аса айырмашылықтары жоқ. Бірақ та айта кететін нәрсе, мысалы, жеке менің ойым Huawei P-Smart смартфон сіз өзіңіздің сүйіктіңізге, кішкентай балаңызға ойын ойнамайтын, жай ғана смартфонмен сөйлесіп, кішігірім видео түсіріп, кішігірім Instagramда отырып, әлеуметтік желілерде отыру үшін бұл смартфон өте керемет. Біріншіден жеңіл, қолға ұстағанға ыңғайлы және қырлары барлығы тегіс. Сондықтан да менің ойымша P-Smart осындай кішігірім қолдануға өте керемет смартфон. Redmi Note 7 керісінше бұл интернетті, смартфонды өте көп қолданатын азаматтарға өте қажет смартфон. Сонымен қатар еркектердің қолына арналған смартфон сияқты, өйткені 6,3 дюйм деген біршама үлкен. Сондықтан бұл балаларға немесе қыз-келіншектерге менің ойымша жарамайды. Жақсы жиналған, енді мына біреу сыртқы шығып тұратын камерасы ғана болмаса, қалған айтарлықтай бір минустар жоқ. Достар, осымен біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайық. Қай смартфон сізге жақын, өзіңіздің көңіліңізден қай смартфон шығады, соны таңдасаңыз болады. Ең бастысы бұл 2 қытайлық компанияның смартфоны да 100 000 теңгеге дейін бюджет смартфондары. Ал біз бүгінгі шоуымызды, бүгінгі салыстырмызды аяқтаймыз. Сіздерден сұрайтынымыз каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де осы видеомен өз достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше, сау!